Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай әдемі және жұмсақ сосиски в тесте дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Ашытқыны, қантты, тұзды және қопсытқышты салып араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаны саламыз. Бәрін араластырып тұрамыз. Сұйық майды құямыз, араластырып тұрамыз. Сосын бетін жауып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Массамызды бір араластырып ап, аз-аздан ұнды енгізіп, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Илеген қамырымызға шамалы сұйық май жағамыз. Сонда қамырымыз жылдам көтеріледі, әрі ыдысқа жабыспай түседі. Енді қамырымызды жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Ашыған қамырымызды шамамен 1/10 бөлікке бөлеміз. Енді шағын көшелерімізді жайып, осылай шетінен кесіп, сосискамызды ораймыз. Түйілген сосиска в тесттен үстіне сүт пен сары уыздың қосындысын жағып шығамыз. Енді өз қалауымызша кунжут немесе мак себеміз. Сосиска в тестелерімізді духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Мінеки достар, біздің сосиска в тестеміз дайын. Бізде өте әдемі және өте жұмсақ сосиска в тесте шықты. Қазір ішін кесіп көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Күндеріңіз сәтті өтсін.